Сәлеметсіздер ме? Сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда жилет тоқуды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұл бөлімде біз алдыңғы бөлім мен артқы бөлімді бір-біріне тігеміз және жанындағы резинкаларын тоқитын боламыз. Егер сіздерге ұнап жатса, онда ары қарай менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Біз тоқуымызды ары қарай жалғастырайық. Міне мен екі бөлігінде тоқып аяқтадым, яғни алды мен артын. Екеуінде ешқандай айырмашылығы жоқ, иығын жапқанда. Тек қана артқы жағы 2 сантиметрге алдыңғы жағынан ұзын. Басқа ешқандай иығын жабу, мойындағы ойықты жабу барлығы бірдей. Енді осылай қазір мен көрсетейін қандай айырмашылық. Ұзындығын, мойында қандай. Қараңыздар міне. Міне алдыңғы жағы артқы жағына қарағанда біраз қысқарақ. Бізге ол киген кезде ыңғайлы болу үшін жасалған. Енді бізге иығын бір-біріне тігу қажет. Оны мен ілмек бізбен жасайтын боламын. Ілмек біздің номері менде 4,5 мм. Осымен қазір мына иығын қалай бір-біріне тігу керегін көрсететін боламын. Ол үшін бір-біріне оң жағымен беттестіремін осылай. Одан кейін мен алдында міне алдыңғы жағынан осындай ұзын қып жіп алып қалғам. Сол жіппен тігетін боламыз. Яғни тоқимыз, ал артқы жағында осындай қысқа жіп, оны содан кейін жасырып тастайтын боламыз. Мұнда ең бірінші бір-біріне тікпес бұрын қараңыздар. Мұнда бізде осындай жолдар бар ғой. Екі жағы бірдей. Сол екеуін бір-біріне былай келістіре отырып бізге тігу керек. Өйткені бізде екі жағы да бірдей, алды мен арты. Сондықтан мына жерінде бірдей келу керек осылай. Өрнектері бір-біріне келсе, осылай әдемі болады. Міне алдыңғы жағының жібі осылай ұзынғы болған. Енді осы жіпті алып екінші жақтың ең ұшына кіргіземіз. Ең бірінші неге мына жерден өткізіп алайық, ары қарай осылай жіпті өткізіп алдық. Енді міне біз жапқан кезде осындай үстіңгі жағында бізде осындай өрімдер пайда болған. Міне үстіңгі жағында осындай өрімдер. Мына жағында да осы өрімдердің әр бірінің астынан осылай алып отырамыз, екі жағынан да. Мына жіпті бұлай аламыз. Ең бірінші өрімді тауып аламыз. Астынан осылай өткіземіз. Екінші жағында дәл сондай бірінші өрімін тауып аламыз. Міне екі өрімнің астынан осылай өткіздік. Одан кейін жіпті осыдан өткізіп аламыз. Осылай ілгек бізде ұстап отырамыз. Бірінші жібімізді енді екінші өрімнің астынан өткіземіз. Міне екінші, мына жақтан екінші, тағы да екеуінің астынан өткіземіз де, мына бірінші алған ілмегіміздің астынан осылай аламыз. Енді келесін дәл солай қайталаймыз. Мына жіпті өте қатты тартпай, бостау етіп тоқимыз, өйткені бір-біріне қатты бұрысып қалады.
Осылай енді соңына дейін тоқып шығамыз. Міне мен ең соңына келіп қалдым. Қараңыздар, менде жібім кішкентай ғана қалды. Ең соңғы ілмек қалды. Енді міне ең шетіндегі осы. Міне ең шетіндегі ілмекті, екі ілмекті алдық. Осыдан жіпті өткіземіз де, міне соңғы ілмектен аламыз. Біз жаптық барлығын. Енді осы тағы бір өткізіп, одан кейін тағы бір өткізіп, жіпімізді өткізіп аламыз. Міне біз иығын толығымен жаптық. Егер сіздерге ілмегімізбен ыңғайсыз болса, онда кәдімгі инемен ары бері өткізіп тігіп шықсаңыздар да болады. Біз иығын жаптық. Міне өрнектері бір-біріне сәйкес келді. Өте әдемі болып шықты. Міне екі жағы да барлығы бір-біріне сәйкес. Енді келесі бізде жасайтын нәрсеміз ол бізде мойынын, ең бірінші мойынын тоқып аламыз. Мына артық жіптерді қазір тоқыған кезде жасырып тастаймыз. Қазір мойынын тоқуды көрсететін боламын. Біз ары қарай мына мойынын өңдеуге кірісеміз. Ол үшін бір жақ шетінен біз ілмектерді тере бастаймыз. Иығынан былай қарай терейін. Және мен мұнда осының алдында жилеттің барлығын 6-шы номерлі бізбен тоқысам, мұнда қазір мен 5,5 номерлі біз алдым. Енді жібімізді алып, осылай ақырындап шетінен, шеткі ілмектерден, мынандай өте үлкен ашық жерлері болса, оның астындағы ілмектен осылай қазір көрсетемін. Мынандай өте үлкен тесіктері болса, олай астында, о жерден емес, оның астынан осылай жіпті алып отырамыз. Осылай біз өзімізге қажетті ілмектер санын тереміз. Біздің мұндағы қаз тоқитын өрнегіміз бірде-бір резинка болады. Сол себепті ілмектер саны 2-ге бөліну қажет болады. Осылай бүкіл айналдыра ілмектер санын теріп шығамыз. Өз бетімізбен мен қазір ілмектер санын теріп шығамын, содан қанша ілмек болған сіздерге айтамын. Міне мен қажетті ілмектерді тердім. Менде ол 82 ілмек болды. Енді біз ары қарай бірде-бір резинканы тоқуға кірісеміз. Бірде-бір резинканы тоқуды бәріміз білеміз. Міне, бір оң ілмек, екіншісі теріс ілмек. Оң, теріс, оң, теріс. Осылай өзімізге қажетті биіктікке дейін тоқимыз. Мен шамамен 3 немесе 4 сантиметрдей тоқимын. Қараймын, қазір біраз тоқып. Содан кейін солай жеткілікті болады маған. Әркім өзіне қаншалықты биіктікке керек, солай тоқысаңыздар болады. Мен онда сол қажетті биіктікке дейін тоқимын, 3-4 сантиметр. Содан кейін сіздермен жолығып, жабатын кезде қайта жолығатын боламыз. Міне мен өзіме қажетті биіктікке тоқыдым. Маған 2 сантиметр жетеді екен, сондықтан 2 сантиметрде ғана тоқыдым. Ол менде 6 қатар болды. Енді осыны созылмалы етіп, өзіме ұнайтын әдіспен жабатын боламын. Ол үшін міне мына қатардың басы бізде бірінші ілмек, ол оң ілмек болып тұр. Оң ілмекті бірінші алып аламыз осылай. Одан кейінгі екінші ілмекті қараймыз. Екінші ілмектінде теріс ілмек. Сондықтан теріс ілмек болса, бұлай жіпті артынан алды қарай осылай іліп аламыз да, одан кейінгі ілмекті тоқимыз. Тоққаннан кейін сол ілмектің үстіне мына жіптерді, одан кейін мына жіпті, жаңа іліп алған жібімізді соның үстінен өткіземіз. Одан кейін бірінші тоқымай алған жібімізді соның үстінен өткіземіз.
Келесі бізде оң ілмек тұр. Оң ілмекте жіпті былай өзімізден артқа қарай былай іліп аламыз. Одан кейін оң ілмекті тоқимыз. Жаңағы сияқты ілмекті мына іліп алған ілмегімізді оның үстінен, одан кейін ең бірінші ілмегімізді үстінен өткіземіз. Міне. Келесі бізде қайтадан теріс ілмек, осының алдында жасағанда қайталаймыз. Артқы жағынан алдыға қарай іліп аламыз да, теріс ілмегімізді тоқып, мына жіпті соның үстінен өткіземіз. Одан кейін мына ілмегімізді соның үстінен өткізетін боламыз. Осылай. Келесі қайтадан бізде оң ілмек, онда өзімізден артқа қарай іліп аламыз да, оң ілмекті тоқып, жаңағы іліп алған жібімізді, оның алдындағы ілмегімізді үстінен өткіземіз. Осылай біз барлық ілмектерді жауып шығамыз. Міне мен жауып аяқтадым. Енді жіпті қия берсек болады. Егер де сіздерге жапқаным түсініксіз болса, менің каналымда осылай ілмектерді жабудың видеосы бар. Соны сіздерге осы видеоның астына қалдырамын, сілтемесін, содан кіріп қарап көрсеңіздер болады, егер де менің жаңа сіздерге көрсеткендерім түсініксіз болса. Біз мойнын тоқып болдық. Енді келесі мәселе бізде мына екі жағын тоқу. Ол үшін біз мында қараңыздар, бізде шеткі ілмектер мына жерде. Осы шеткі ілмектерден міне осылай айналдыра ілмектерді теріп аламыз. Міне осылай біздің жилетіміз. Осының мына екі жақ жағынан мына шетіне осылай барлық ілмектерді теріп алатын боламыз. Міне қараймыз, бұл жерде бізде мынандай шеткі ілмектер бар. Осының алдында тоққан. Сол шеткі ілмектерден аламыз. Ең ұшынан бастап, ең бірінші міне, ең шетінен алатын боламыз. Бір ілмекті алдық, одан кейін шеткі ілмекті қараймыз. Шеткі ілмекте осындай екі жағы да бар. Яғни біз қалай істейміз міне. Бұлай артқа бір жағынан аламыз. Одан кейін екінші өрімнің екінші жағынан да ілмекті теретін боламыз. Келесін тағы да солай артқы жағынан бір ілмек, алдыңғы жағынан. Одан кейін шеткі ілмекте міне. Одан кейін осылай. Мына бізде шетіндегі ілмектің осындай екі өрімі бар ғой. Мына жағы және екінші жағы. Міне осындай шеткі ілмектер бар бізде шетінде. Соның бір жағынан, одан кейін екінші жағынан солай алып отырамыз. Міне бірінші артқы жағынан, одан кейін алдыңғы жағынан, тағы да артқы жағынан, одан кейін алдыңғы жағынан. Осылай біз бүкіл айналдыра ілмектерді алып шығамыз. Мұнда да ілмектер саны бізде бірде-бір резинка тоқимыз. Сондықтан екіге бөлінуі қажет. Онда өз беттеріңізбен осыны айландыра теріп шығыңыздар, одан кейін жолғатын боламыз. Міне мен өзіме қажетті ілмектер санын теріп алдым. Менде ол 181 ілмек болды. Неге 181 десеңіздер, қазір біз тоқып бастаған кезде, міне, тоқып бастаған кезде бізде бірінші ілмек оң ілмек болу керек, және соңғы ілмек оң ілмек болу керек. Яғни екі жақ бір-біріне симметриялы болу керек. Сол үшін бір ілмек артық, яғни
180 ілмек, одан 1 ілмек тағы қостым. Сондықтан менде 181 ілмек болды. Енді міне мен бұлай теріп келдім ілмектерді. Енді теріс жағынан біз бастаймыз тоқуды. Теріс жағынан бастаймыз. Ол үшін бізде бірінші ілмек оң ілмек болып тұру түсу үшін яғни біз теріс ілмек етіп аламыз осылай. Мына жағында оң ілмек болу үшін. Ары қарай бір оң, яғни бір теріс қып тоқи береміз осылай. Мында менде біздің номері 6, қайтадан 6-шы номерді алдым. Өйткені біз мойынның ғана 5,5-мен тоқимыз, қалған жерлерін барлығын 6-шы номерлі бізбен тоқитын боламыз. Енді ары қарай осылай бірде-бір резинкамен 4 см тоқимыз. Міне мен жанындағы резинкасын тоқыдым осындай. Менде 4 см, ол 8 қатар болды. Енді осы жерде мен қазір қалай жабу керегін көрсетемін. Біз мойындағы резинкадан өзгеше етіп жабатын боламыз. Менде жабатын жағым ішкі жағынан кері қарай болды. Қараңыздар. Кәдімгі қарапайым әдіспен жабамыз. Бірінші ілмекті аламыз, одан кейінгі ілмекті өрнек бойынша тоқимыз. Сосын мына бірінші алған ілмекті сол ілмектің үстінен өткіземіз. Ары қарай екінші ілмекті, келесі ілмекті өрнек бойынша тоқып, үстінен өткіземіз. Одан кейінгі ілмекті де өрнек бойынша тоқып, үстінен өткіземіз. Осылай біз бүкіл ілмектерді жауып шығуымыз керек. Осылай біз бүкіл ілмектерді жауып шығамыз. Осы жағын тоқып болғаннан кейін, дәл осындай етіп, екінші жағында тоқып, бұл жағында осылай аяқтаймыз. Одан кейін біз сіздермен қайта жолығып, енді астыңғы жағын тоқитын кезде қайта жолығып, мен сіздерге көрсететін боламын, қалай астын тоқитынымызды. Онда қалған өз бетімізбен тоқимыз, содан кейін сіздермен қайта жолғатын боламыз. Міне, менде екі жағы бірдей тоқылды. Қараңыздар. Міне, екі жағы бірдей тоқылды. Енді бізге мына астыңғы жағын тоқу қажет. Біз енді астыңғы жағын. Бұл жерде астыңғы жағын біз айналдыра тоқитын боламыз. Ол үшін қазір біз ілмектерді теріп алуымыз қажет. Міне, бізде осылай бір-біріне қосып, осылай, осыны бұлай айналдыра ілмектерді теретін боламыз. Міне, ең бірінші ұшынан бастаймыз. Ең осылай. Ұшынан бір ілмекті алдық, ары қарай. Мына жерде бізде шеткі ілмектер, сондықтан артқы жағынан біреу.
және алдыңғы жағынан бір аламыз. Одан кейінгі ілмекті астынан аламыз. Одан кейін тағы да мына шеткі ілмектің артқы жағынан және алдыңғы жағынан. Одан кейін мына жерде әрбір ілмектің міне өз ілмектер тұр, соның төбесінен алып отырамыз. Осылай. Одан кейін келесі ілмектің. Одан кейінгі келесі ілмектің. Мына астыңғы жағында бізде осындай өрімдер бар. Сол өрімдердің астынан алып отырамыз. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Енді осылай алып келіңіздер. Мына ұшына дейін, содан ары қарай көрсететін боламын. Міне мен шеткі жағына келіп қалдым, аяқ жағына. Осы жерден шеткі ілмектерден аламыз. Одан кейін астынан аламыз. Келесінен екеу аламыз. Одан кейін астынан аламыз да келесінен екеу аламыз. Мына ұшынан тағы бір аламыз. Міне, енді екінші жағын аламыз. Мына жағын. Бұлайынан өзімізге қаратамыз. Міне. Енді осыдан екеуін бірге қосамыз. Бізге айналдыра тоқу үшін бәрін бірге қосу керек болады. Сол үшін ең ұшынан аламыз. Тартамыз десе бір-біріне өткен бірігу керек. Одан кейін осының алдында жасаңыз артқы жағынан және алдыңғы жағынан келесі ілмектің астынан, одан кейін артқы жағынан және осылай алдыңғы жағынан, одан кейін астынан, жерден ортасынан бүйтіп кіргізіп аламыз. Ары қарай біз мына өз кәдімгі ілмектерге шықтық. Ол кезде мынандай өз өрімдерінің бар, осының алдында жасаған сияқты. Сол әрбір өрімдерінің астынан аламыз. Мына жер бізде қосылды. Енді мынаны осы жағынан теріп келеміз де, мына ұшына дейін теріп келеміз. Сосын мына ең бірінші терген жерімізбен екеуін бір-біріне былай қосатын боламыз. Қазір теріп алайық, сосын қайта жолығамыз. Міне мен аяғына келдім. Бұл жерде де ілмектерді дәл осының алдында сияқты теріп аламыз. Осылай және ұшынан тағы бір ілмек аламыз.
Міне біз ең ұшына келдік. Енді ілмектердің барлығын санап аламыз. Міндетті түрде екіге бөліну керек. Одан кейін барып қанақ мына нені бізде бас ғой. Енді мына жерден біз маркерлеміз. Міне қатардың басын біз шатасып қалмас үшін осылай маркерді ілеміз де ары қарай айналдыра, яғни бірінші ілмектен бастап бірінші ілмегіміз оң ілмек етіп алып, ары қарай теріс ілмек, яғни бірде-бір резинканы тоқимыз. Бірде-бір резинка тоқимыз. Қатар саны дәл мында жердегідей 8 қатар тоқимыз. Осылайынан 8 қатар тоқып, одан кейін сіздермен астыңғы жағын, яғни жабатын кезде қайта жолғатын боламыз. Ілмектер саны міндетті түрде мұнда 2-ге бөліну керек. Әйтпесе сіздер айналып келіп тоқып келген кезде мына жерде бір-біріне келмей қалады. Онда өз беттеріңізбен осы резинканы тоқып шығыңыздар, астында содан сіздермен қайта жолғатын боламыз. Міне, мен астыңғы жағын тоқып аяқтадым. 8 қатар тоқып қойдым. Енді тек қана маған ілмектерді жабу қалды. Соны қазір сіздерге көрсетемін. Бұл жерде де ілмектерді мен мына жанын жапқан сияқты сол әдіспен жабатын боламын. Міне бізде қатардың соңғы ілмекті тоқимыз. Бізге енді маркердің қажеті жоқ, алып тастасақ болады. Енді ілмектерді жабуға кірісеміз. Ол үшін бірінші ілмекті тоқымай аламыз. Одан кейінгі ілмекті тоқимыз өрнек бойынша. Бірінші ілмекті соның үстінен өткіземіз. Өте қатты тартпай тоқып шығамыз. Бостау етіп өрнек бойынша осылай тоқимыз. Оның үстіне ілмекті өткіземіз. Осылай бүкіл ілмектерді жауып шығамыз. Міне мен астыңғы жағын тоқып аяқтадым. Мендегі ілмектер саны астыңғы жағында 184 ілмек болды. Жанында бізде 181 ілмек болса, мұнда менде 184 ілмек болды. Ең соңғы келдім, бір ілмек қалды. Осыны ең бірінші мұнда бастаған ілмектен осылай жіпті өткізіп аламыз да, ол ілмекті мына ілмектің ортасынан өткіземіз. Енді жіпті қиып, мына ілмекті, мына жіпті ішкі жағына қарай өткіземіз. Міне, астыңғы жағы бізде осындай болып шықты. Міне, бізде жилетіміз дайын десек те болады, бірақ бізде ең соңғы ол менің тоқымадағы ең ұнатпайтын нәрсем қалды. Ол не деп ойлайсыздар? Әрине, мынандай жіптерді жасыру. Енді осы мына жіптердің барлығын жасырамыз. Одан кейін жилетімізді жууға жіберетін боламыз. Міне мен ішіндегі барлық жіптерін жасырып тастадым. Қараңыздар, қандай болып шықты. Ішкі жағының да мына өрнегі маған ұнап тұр. Негізгі бұл өрнекпен де тоқуға болады екен. Барлық жіптері бізде жасырылды. Міне. Жилетіміз толық дайын десек те болады. Өте әдемі болып шықты.
Егер де сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым.